Ал енді қалайық мынау балалардың тойына Тамадағып Нұрхан деген бауырым шақырып ем. Осы баланың сөзіне тоқтағандығым деп түсініңіздер. Қазір қасиетіне жеткендігім деп түсініңіздер. Аққораны жайлаған, 4 мал айдаған. Тоқтата білген сөзіне, тоқтай білген сөзіне, тоқтата білген өзіне. Нұрхан менің бауырым бір тұлпардың тұяғын босағанға байлады. Мына өзіңе жасаған сый құрметің. Алла разы болсын. Бісміллә деп мінекей. Атың бәйгілі, атағың әйгілі болсын. Мына өз тұлпардың тұқымы. Әкем 7 баланың біреуінің қызығын көрмей кете барды. Мен әкемнен 10 жасында қалдым. Шешемнің анасының сүтінен қалдым. Артындағы мынау қарындасым маған айтып отырған Майра 6 айлығында қалды шырылдап. Емшекте. Осы баланың бұдырын құпиясын сенен атқышы білмейді. Тоқтар әбәкір бағымайды, тұяққа барсаң болды, қасқырдың артынан қуып алмайды, тұяқтың қасына жүресің, қасқырдың алдынан шығасың деді. Ол да бір адам өткен қасиет, мысалы мен оны жасай алмаймын, сен жасайсың. Ал енді қауым, жаңа енді маған өзін таныстырып кетті ғой, маған өзі білмейтін адам жоқ. Орталық Қазақстанның бас редакторы оны таниды ғой енді. Ол тұяқ емес. Ал енді осы маған екеуміз жас күнімізбен Кәпішпен Суамбектің жиған тергенін сақтаған жер өстік. Маған не жесе мен соны жедім. Кәпішеме апа сорпаның мәйлісін, сүттің қаймағын осының аузына тастым. Мынау жаңыз болмасын. Жомартпен ойнап қойса бұзылып кетеді, Қасымқамен ойнап қойса бұзылып кетеді деп, Мағаудың жанына мені қамақ қойды. Сол Мағау екеуміз сырмақтың үстінде алысып ойнап, қайғылындай жемісіп, бірге өстік. Оқуын бітірдің жаңғысын жарымыдай деген Мағау Сілекеннің еңбегін ақтап, әр қарай оқу жалғасып кетті. Сол оқудың нәтижесі мынау бүгінде жердің өтінде, халықтың бетінде, елдің алдында өзін таныта білді. Бұл Сілекеннің әруағының арқасы жаңғызына жаппыдай жарғылды. Ал енді жаңа айттым ғой, бір ойнап бірге өстік. Мен сол Мағаудың сондай дәрежеге жеткеніне өзім басын дейім. Мен де оқыдым, мені де оқытқан, мына жанымды оқытқан мені. Бірақ 8 жыл оқығанда бірбес бейілмады ғой, бірбес. Бұлар сондай жаным үй болды. Қоя салмайды ғой адамның көңіліне қарап. Бір күн мына Жаныбек сабақ түсіндіріп тұр, физика сабағы. Бір ұйықтап оянсам, артқылардан ұйықтап отырам ғой, оянып бітсін Жаныбек сабақ түсіндіріп тұр. Бейсет, мен неге құлап кетпеймін? Мені немен естап тұр дейді. Энергияма бірдеме түсіндіріп атыр. Сол туралы бірдеме түсіндіріп атыр енді. Физика сабағынан. Мұғалім мен айтайыншы. О кезде мына Рая апайға кеш қалса келіп келеді, Раябыз үйде практикант. Бәле білем ғой бірдемені. Өзінше жерде деп ойнаған түрім ғой, мұғалім мен айтайыншы. Аң-таң ойлады ғой дейм, мұнау қалай біліп қойды деп. Өмір өзіне сабақ сұрамайды адамын ғой. Айта қой дейді, тұрдың айтты, мұғалімге шарақ ішкен жоқсыз, мен құламайдысыз. Жол жақсы екеуі учительская қалып бар, бір күн кеп келеді ғой, кем алып ұры. Осы күн олай баланы ұрып көр, қайдан шығарады екен соны. Сол кездегі мұғалімнің мықтылығы, баланың мықтылығы. Біз содан жаман болғамыз жоқ мінекей. Ал енді маған өзі оқуға керек болды, жасынан осы оқыды, аяғында осындай дәрежеге жетті. Мен оның өзім соны, мына кейін ұрпағыма, балаларыма, осы Мағаудың басқан ізімен жүрсе, осындай дәрежеге жетсе деп, сіздер айып етпеңіздер.
Münekir analar da otur, atalar da otur. Ben bugünkü balamdan bir yaşka gelgen sağ keserim, Osmanlı'ya geçtir bağım gitti. Allah'a olun. Kaz var. Alen jinagan kavum, buna menin bir ayağımda yen kaldırıldı sonday. Öte bir kıymak yoldaşlarım. Yana sekin ayttı koy, aldı 30-40 yıl oldu dedim. Onun sırası. Sodan beri bir borçak bölümü, bir şunu öydü bölüp hep gidip жатқан жағдайымыз var. Аңда да, әнде де, қайғыда да, қасіретте де бәрінде бірге жүреміз, бір-бірімізді сыйлаймыз. Мен мынау Еркінбайдың москвичпен жүрмін. Ол москвичті көрсеңіздер күлесіздер өздеріңіз. Екі күн болды сонымен жүрмін. Ананы мен отырғызам, соның сыртынан теуіп жабады. Оны мен ішіне теуіп ашамын жаңа. Бүгін мынау тойда елдің бәрі аң-таң болып көреді. Мынандай одан асыр той жасап жатыр. Ойлап олар көз алдырын мен естетеді ғой енді. Қамырден түседі деп ойлай ма? Lan күздірден түседі деп ойлай ма? Біреу шығара алмай жатыр, біреу кіргізе алмай жатыр. Екі күн болса москвичпен жүрмін. Бірақ москвичтің ішіндегі адам қадірлі. Ол адаммен бәленбай жылдан бері мен жолдаспын. Бәленбай жылдан бері бірге жүрмін. Ол неге мініп жүрсе, мен оның жанында отыруға арманбаймын. Мен өз сондай адаммын. Мен осы оқығанмен де жолдас болдым, тоқығанмен де жолдас болдым, депутатпен де жолдас болдым, баскесермен де жолдас болдым. Бірақ соның біреуін ауылдың бір мұрындық қаласына айырбастаған адам емеспін. Мен сол Еркінбайдың сыйлағандығынан мініп жүр москвичке деп ойлаңыздар. Басқадай жаман ойнап қалмаңыздар. Рахмет сіздерге. Жаңа естідіңіздер ғой. Ағасы қарындасы мақтаматыр, жеңгесі қайны мақтаматыр. Мынау тураман жолмен Айнұрдың айтысындай болды. Бірақ кім жақсы, кім жаман іштеріңіз сезіп отыр. Ал енді мына жеңгемнің бір әңгімесін айтайын. Мынаның жас келін болып түскен уағы бір күн үйге кірсем айтады, төбеде бір тесік түбіте алмай жатыр, төбеде. Үйдің ішінен бір тесік түбіте алмай жатыр. Ғалия не істемексің, мынау не десең? Енді біздің атамыздың атын Айса ғой білесің. Білесіздер. Айса дей ма, Айсағай дей ма? Біргеме мұғалдан күні оған ен шығып кетті кезде. Шеше иманды болғыр қалген керемет. Қалдыңбасыз. Ойда қадаменді ғой жай ғана жібейіп отырып, сіндегіп отырып маған түртік болады. Аралғастыдан тағысын ашып кеп. Соған жай ғана байқатпай сұрайым, Ғалия не дедің, немене келіп кетті дедіңдер. Білмеймін, Айса деймін, Айсағай деймін. Бірдем оладан бар, әмен шығып кеткерек көрдім. Келінен тұру қасы мінім. Той қаласына қалысы қаласы. Еркектің аяғымен жалғайды. Жемге ақырдық жаңа айтып отыр ғой, екі қыз болды. Содан жаңа қыз Питтау жазуырда болды, жазуымыз. Содан ойын былай айтқаны ғой, бізге айтады, екеуіңе көрсетем мен деп. Бізге не істейсің? Өскенде көресіңдер дейді, не істейсің? Баланы көп табатын қатын аламын, баламды бақтырып қоямын. Ой, кейде бір жеке қақандайды маған айтам, мен айтам, жоқ тұрмаймет айтқан істеймін. Бірақ кемпірге айтып қоямын, емдеме, баға берейік, баға берейік. Кейін біздің көзіміз құрғанда отырады өздері, мағаның бәрін таба бергенімізді. Сол айтқанда енді, айналайын қыздар, geldim. Сендер маған қанша бақыссаңдар, қанша тапыссаңдар да,
Ben bağa vereyim. Benim bağımdan kaçmayayım, bağa vereyim, bağa vereyim. Bayanlarım kaçtı gene anlayacak, ben koydum bağa vereyim, bağa vereyim. Olsun ben bağa vereyim. Tokladınızlar. Bunlar cana söyledi, ben klastasım atlamak değil. 800'de bir yok bitirdik. Sonradan ikimizde mahkuk bulduk. Ben 800'de okup bir sakam yok. Bunun beni sorak mı? Kalıp bizle bitirgen koy okulda. Kazak ederiyetten dikkat yazdım. Yerin yazgan dikkat tuttuğunu aytayım. Ayındın aşağı Kumurakkay Korgası'nın öptüğü sözdü. Kanın orundan şunu yazıp koydu. Sonday kaçışı verdi. Aklıma hiç kaçı gittin ya. Yerini kucağına kadar sohbeni sorakım oldu. Kazakistan'ın 17 kişi siyasi öptürgende adamın ağız aytıma varmaydı. Soğudan bizlik jinavat geçirekke saldı koy. Nurmahan Betme ekiyum buna klasımız aslında. Senlerin oylayınlarını soğuk. Nurmahan Betme'nin yazganı mınav. Kapattın yazganı mınav diyor. Kazakistan'ın 17 kişi siyasi öptürgende ya siyasi degende başka şey yazgan koy. Adamın ağzı varmaydı ayıktım. Ben söylediğim siyasi bitirmek mi? Hadi kapatın nerede? Kurban akilerden baş kalgan. O rahmet eylemeyin. Kırınca Kuday'ın ötmesin kırınca. Alemde onların barlıklarına da rahmet. Barlıklarına da osundayı kuvanış dileyim, osundayı niyet dileyim. Sender benim babamsınlar. Senderlik görgünde gülüm iyilik duradı, ilgilik duradı. Öykünü şerlüğün yoldarsınlar, jamanda yürünler, жақсы yürünler. Özlerin aytmasınlar, seyit çıkarsın. Şerlüğün dayında buna oldun, әкесін gördün. Şerlüğün siyahtı tılақтay mi? Bunanın yemin balam deyip, ananın Şerlüğün donanın balası deysen, onu seni diyeceğim. Bana değil ya. Oradan tuğamada mı anlayayım? Niye bana değil mi? Ben tuğamada anlayayım. Yen dostana keyin aytdım o bala kapatlardan yeniden tanıdı. Sonra aytkanday özüm ankan bu. Bırak endi rahatımday başlap bittirincisi özümden uydu basandı. Kıvırışığa kütükkene karayın desin canımızı yıkışakta oldu. Hey köre lan kanun olsun. Arayın aynalayında bir barlıklarına da baktılayım, barlıklarına kuvançlıklayım. Akıldı onlar, kendilerinin malların benim mallarım. Vacı vacıdeniz daha çaptıran desendir, yundastırıcı verimiz. Künde çaptıramızlar. Hayırlı olsunlar, senlerinde toylarımı rahmet aynalayın. Caziye, Mınanday urtap kanıdır rahmet. Mınanı itten balık tuğan balı neyse adamdan tuğan balı. Mınanı herkes geldiğimi dedi o. Rahmet. Ay berekelde. Ostoy. Elim gördüm. Yani udara ekspekti var. Körüm basır siyahtı boğumum, kögülüm kadın siyahtı demek. Bu şındığında sınır. Kögülüm ötü bosada. Halinde ben aytarım, elim gördüm. Kuda zekatım. Buna alıstan gevatkan, buna janarkadan, osugunu bosadam yok. Bäri muna ömürde jandalaskan, her bir kündün öz vakti, öz saati bölüngen, bos adam yok. Bu ömürde tersilikte ömür sürüvatkan adamın. Birak sol altınday kımbat vakitlerimde benim kuvanışıma arnap bölüp, ösüp, bizim köngülümüz üçün, niyetimiz üçün, tilegimiz üçün kelip oturganlarınızga
мыңда бір рахмет, мың қайтар алғыс айтамын. Сіздердің сый-құрметтеріңіз әлі алда біткен жоқ. Бүгін қайтпайсыздар, ауылға барасыздар. Құда жекжат, құдағидың сый-құрметін көресіздер. Шығарып салуын көресіздер, сөйтіп бірақ қайтасыздар. Қайтам дегенді айтып мен білуімді ауырттыңыздар. Айна, жылына бір сағынысып көрісіп жатырмыз ғой. Өстіп ойнап күліп бір күнгі сыйластыққа бір бауырсақты бір дастарханнан бөліп жегенге жететін ештеңе жоқ. Баяғыда бір шұқырама басы қосылғанда айтқан екен. Осы бақыт дейсіңдер, сол бақыттарың не деп. Сонда біреу айтқан екен. Бармасаң, ештеңеге дәркел болмасаң, асып жүрсең, шалқып жүрсең, сенен асқан бақыттығын бар ма деп. Екінші отырып айтқан екен дейді, балам болса артыңда, сенен асқан бақыттығын бар ма деп. Сонда үшінші ғұлама түрі көп айтқан екен дейді. Айтып отырған байлықтарын қол ұстаған мұз емес па, елейді де кетеді ғой. Айтып отырған балаларын артыңнан ереді емес па, білсеңдер бақыттың үлкені сіздерден біз емес па деп. Мен айтарым ел жұртым, құда жекжатым, ағайын туысқаным, бауырларым, келіндерім, сіз бізге кететін ештеңе жоқ. Сен деген үшер, сіз деген үшер. Сол сіз бізіміз таусылмаса, бізден бақыттадым жоқ. Бізден мықты жолдаш жоқ. Бізден мықты туысқан жоқ. Бізден мықты ерлі-зайыпты жоқ. Менің айтарым барлықтарыңыздың араларыңызға сіз бізді ғана тілеймін. Сен деген әріпті айтпай қойыңыздар. Ал енді бүгін енді мынау ел жұрттың басын қосып, дүрінде өтіп, тай сойғанның төрінде ат жаптырып, біраз ұлан-асыр той жасаған сияқтымыз. Бағанада шет жағасын айттым ғой, бұл мен еріккендіктен жасаған жоқ. Бағана ел жұртты айтып жатыр, бірдеңе түсінген шығарсыздар. Әкем 7 баланың біреуін қызығын көрмей кете барды. Мен әкемнен 10 жасында қалдым. Шешемнің анасының сүтінен қалдым. Артындағы мынау қарындасым бағана айтып отырған Майра 6 айлығында қалды шырылдап, емшекте. Сол 10 жасқа қалсамда есімді жиып жаңағы 25 жасында 7 баламен жесір қалды шешем. Сол шешеме қамқор болып, сол шешемнің артынан еріп, сол шешемнің айбары болып, сол шешемнің тәрбиесімен осындай халге жеттім дейді. Тапқан анаң емес, баққан анаң дейді екен қазақ. Менің анам сол Рақи еді. Өйткені артында ерген бауырдарымды менімен тәрбиеледі. Бірдеңе болса, иттің балалары тұяқ айтам, иттің балалары тұяқ келе жатыр, иттің балалары тұяқ біліп қояды. Тұяқ сендердің ойындарыңызда, тұяқпен сөйтіп, тұяқпен қойтып биткенде, мені айбар осы балаларды қорқытып, үркітіп, осылар сөйтіп тәрбиеледі. Осы бауырларым, осы қарындастарым, осы уақытқа дейін біреу алдыма келіп, бетіме келіп, не біреуінің адам істеген, не біреуінің темекі тартқанын көрген емеспін. Жұмырбасты пенде ғой, шейіт шығар, таздан шығар. Бірақ сен 8 ағайын осының біреуі менің алдыма келеді, қиқалақтап бірдеңесін ішіп, бір бейті бар, осылардың жүрісін мен көргем жоқ. Соның бәрі сол топырағын торқа болғыр, анамның тәрбиесті ойлайды. Біздің басымызды осылай, ұжымымызды біріктіріп өйтіп өсірді. Сөйтіп бір-бірімізге сүйеніп, бір-бірімізді жетектеп жүріп осылай жеттік. Мен өзімнің көргенімді шпаныма кіремеймін. Қазақ айтады ғой, тұл
тұмсықтыға қақтырмай, қанаттыға шоқтырмай деп. Тұмсықты қақты, қанат шоқыды, бірақ мен артымдағы бауырларымды шоқытқам жоқ. Артымдағы бауырларымды қақтырғам жоқ. Осылай келіп, содан жеткізім. Мен өз көргенімді дұшпаныма бермеймін. Сөйтіп 25 жасында жесірғап жеті баланы бедіресін арқалап сыпырышын сүйрелеп келіп жеткізген анамнан да айырылып бардым. Содан өзім көңілім қатты жабырқап, қатты нетіп жүргенде шәлі онандай қасірет күшіріп барды. Жындакейін ауысымен бәлелақ, жындакейін ауысымен түгелақ деп, отыр соқпақ, тұрсақ соқпақ көрмеген солымдың бүгінгі басқан ізіне зарбақ бола келдім. Содан адам өз бір тәубесіне келіп екен. Оны ортада Гүлзат, папа мен балалар үстінде түрем, үшеуінде кесіп тастаймыз дейм. Сонда ол байқасаңдар баласы емдетікі ғой. Бірақ бір өтіп кішкентай елі жүрсін, жоқ дәрігерде туасап кешетін көрген, біз кешетін болдық. Бір айттым қоймайды, екі айттым қоймайды. Содан қой, өзім аман қоймайды, әйтеуір барса бара берші істеп жібердім үшеуін балқашқа. Бірақ күйеу бала мен қыз 4 жасын тыңдайды екен. Сонда қабарғаннан кейін аян тоқтатып Құдай тілеуіңді берді. Анау жас әлі екеуі мына тұрғызайық деп. Сол екеуін сүндеттеп, маған айттым ғой, нағашы жағына жіберіп, ауыртпалығында көтерді. Мен айттым, мен мынаның жылағанына шыдамаймын баланың, ана балалар жыласа қоса жылаймын. Одан да бекзат қапарыма отырғызып, сол жақтан алып келген. Қолдағы саясатым аяғы немерені қызғанған түрім де бар еді. Содан сол жаққа апайым ауыртпалығында бейнетінде солар көріп біраз бәрі сәтімен балаларды міндетімен өткөріп өстіп алып кеп, соң кейін балаларға айтқан мен енді баяғыда шәлі пішіргенде сүндет тойын жасап өстіп ат шаптырған. Сонда 5 жаста бала еді, Бұлбармағұл жасынан ширақ болды. Ер тоқымның үстінен көрінбейді, мені бап соңымнан қамай шауып жүретін ауылдың арасында. Сол өзінің сүндет тойында нағашымның артына шауып бірінші кеп басынайын өзі алды. Сол өзінің күшпе тойында жаңағы аттың басына шауып, қарағасқатқа шауып, нағашымның басынайын өзі алды. Ал енді сол уақытта жаңағын ұрып, боқтап, сабап, қамшының астынан мүнгізіп, жаңағын сөйтіп шабап айдайтынбыз. Ал енді мынау немерелерін өте ыстық тұрады екен. Аналар сүріліп кетсе де, жаным шығып кетеді, жығылып кетсе де, жаным шығып кетеді, өте тәтті болады екен. Менің атам болды, түгіл балаларды оқытты. Біз қыстақта болдық, Қасымхан қыстақта болды, Әділхан қыстақта болды. Түгеліміздің балаларды, ұл қыздарды жиналап жаңағы шал кемпір оқытты. Соңын демалысқа алып барамыз ғой, ауылға алып кетеміз қыстаққа. Содан демалысқа алып барамыз. Әлгілерді солы көрсеннен айналдырған 1-2 күн ғой, сонда сағынып қала ма білмеймін. Түгел қатар тұрмызып қой, иманды болғыр, мен өзім өлемді шатандағы деп кеттім. Сол ағам қатар тұрмызып қой, түгел тасақтарын сұрайын жағағылар. Сонда ойлайтын, мына шал еріккен етті. Басқа жұмыс табылмады ма, не нәрсе? Сөйтсем бар ғой, Бұлбармағұл сорып көрсемде тәтті біледі мүлі. Бұдан тәтті нәрсені көргені жоқ. Осы күн өйткені өзім соғып жүрмін соларды. Немеренікіне тәтті нәрсе болмайды екен. Барлықтарыңыз осыны тілейін. Немере көреріңіздер. Ал енді ағайын туған, рахмет сіздерге. Осындай алтындай уақыттар өткен едіңізге, балдарым сендерге рахмет. Сол мені қолдап, сол мені қорғап, өстіп көптеп, көмектеп, осы тойды атқарғанымызға. Мынау ел жұртыма рахмет.
Мынау ағайын туғаныма рахмет. Жалғыз ағаш ормамамай, жалғыз адам қорғамамайды дейді. Осы барлықтарын көптеп көмектеп, көп түгілсе көл дейді. Осының бәрі осы елін, жұртын, ағайынның арқасында. Жақсы өтсе де, жаман өтсе де. Бұның енді халық бағасын бере жатар. Мен бәлендемеймін, мен сөйтіп. Өткізім сеуіттің бейттіңде мақтанбаймын, ашпаймын, таспаймын. Мен өйткені ондай кемді жоқ, ондай көңіл жоқ. Мен үшін бәрін туысқан, мен үшін бәрін ағайын, мен үшін бәрін жолдас. Мына жерде мінекей алтындай жолдастарым отыр, келіндерім отыр. Кей жолын қысылам, айдап барып кеттік. Өзім баламмен жасты балаларым бар ішінде. Түгел ертіп бала қашам, аңғалып кетем, андалып кетем, мұндалып кетем. Келіндер ойлай шығар, осы бір төлеттен көріп қойыз, байымызды жанымызға қандырмайды. Бірақ біреуі қалаған шықпайды, түгел қарсы алып осы. Түн барайық, кеш барайық, қарсы алып жатады. Туған келіндерімнен артық айналайын барлықтарың рахмет. Барлықтарың ошақтарың ордалы болып, қораларың қолдары болып, балаларыңның тек қана қызығына, қуанышына, солардың адамның өмірінің жалғасы бала, сол өмірлерінің жалғасы көрген қызықтарының, балаларының жаманатын естімен жақсылығына тоймай жүре беріңдер. Барлықтарың айтарым осы. Бастарың аман дегені сау болсын, осындай жақсы қызықта, жақсы тойда бас қосайық. Енді мынау өзіміздің бүгінгі менің немерелерім қанаты мұқалмасын, өлсін өлім, өзім мен ойлағандай азамат болсын. Барлықтарыңыз рахмет, баршаңызға рахмет, баршаңызға бас иіп. Артығымыз болса кешіріңіздер, кеміміз болса қолдықтырыңыздар. 360 адамның жайын табу оңай емес мына жерге. Енді бүгін мен барлығыңыздың көңіліңізден шықтым деп айта алмаймын. Ренжіп кетіп жатқаны бар шығар, сынап кетіп жатқаны бар шығар, мінет кетіп жатқаны бар шығар. Бағана айтты ғой, бір дос бар, кеудеңнен жан шыққанша, бір дос бар, алдыңнан мал шыққанша, бір дос бар, тұмсығыңнан қан шыққанша деп. Сол енді мен байқап отырсам, бағана осы ине шаншар жер жоқ. Отырған халықтан қалған адамның түрі мынау. Өрттен қалған көтедеймін, жартымыз ғана қалды. Мен сіздерді кеудемден жан шыққан жүргенетін жолдастарым деп ойлаймын. Рахмет барлықтарыңызға. Бәрекелді. Мәлік әкеңнің өзі де мойындап жатыр. Өз балаңа көп айтасың өнеге. Оттастық, күндестік дегенмен одан ыстық көрінеді немере. Немересіз үйдің сәні келеме. Балда тәтті, қантта тәтті десек те, одан тәтті көрінеді немере. Олай болса осы немерелеріңіздің қызығын көрсін деп, бір тамаша тілектен бүгінгі тойдың түндігі жаттың үйректі. Үйлеріңізде төге, күнде қызық дәл осындай дәуір болсын. Былтыр ауыр деп жатыр, енді ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты тәуір болсын. Бүгінгі айтылған тілектердің барлығы қабыл бол. 100 немереңіз бір ауыл болсын. 1000 шөбереңіз бір қауым болсын. Өсіңіздер, өніңіздер. Бүгінгі мынау сіздерге қызмет көрсетіп жатқан бағана өзі айтты ғой, мен туыс болып кеттім, туыстарда жақын болып кеттім деп еркелеп жатыр. Еркелейтін жөні бар. Мал шөпке тоқтайды, адам сөзге тоқтайды дейді ғой. Ол бір балдызың тойында тамаданы өз мойным алып ем, содан осы Нұрғанның бір той басқарғанын көріп, ұнатып, телефонмен звондап едім, аға мен той алып қойдым ғой. Бос емеспін деді. Содан әуедегі құсты да бір тоқтатып жүрген тұяқпын ғой, не айтмай қойғанымды ұмытып қалдым. Бірақ келмелеп, сөйлеп телефонды айналайын бауырым ертең жауабын таса, мен жауабын ертең бер. Бүгін ойлан, састырмайын деп телефонды өшіре салдым.
Ертеңінде звондасам, жоқ олай емес, сынып қатты кешегі Нұрхан жоқ. Аға мен рұқсат сұрағым, бірақ жібермей жатыр, негізі қашып шығатын сияқтымын. Мен барып бара шығармын деді. Мен бұл азаматтың сонда сөз түсінетіндігіне, сөзге тоқтайтындығына өзім тәнті болдым. Сөйтіп сол балдызының тойын басқарттым, өте тамаша басқарды, өте тамаша өтті. Содан бері өзінің сөзі де ұнайды, көзі де ұнайды, өзі де ұнайды, мынау ұнайтын жігіт емес қой көріп тұрсыздар. Сондай бір Құдай тілеуіңді берген, Құдай бала шағаның қызығын көрсетсін. Сондай бір асыл азамат, жаста болса елге бас болып жүрген, жөн болып жүрген, өз сілтеп жүрген. Сол әлі алдыңдар қалай той бар Нұрхан, ұл бар, қыз бар деген сияқты көтер жүз бағаннан өсті ойнап күліп, сіздің жарасына жүре берейік, Нұрхан Айманай саған рахмет. Сол жолғы осының сөзімді тыңдаған, бір ауыз сөзімді жерге ұстамай келген үшін астына ат мінгізіп жіберуді. Көңіл жақсылары иығына шапан жабамайды. Сонымен тағы да сый құрметім бар. Сонымен сөйтіп сыйласып жүріп жатқан жағдайымыз бар. Нұрхан өте рахмет саған. Ал енді қалайық мынау балалардың тойына тамадақ мен Нұрхан деген бауырым шақырып ем. Осы баланың сөзіне тоқтағандығым деп түсініңіздер. Қазір қасиетіне жеткендігім деп түсініңіздер. Аққораны жайлаған, төрт мал айдаған. Тоқтата білген сөзіне, тоқтай білген сөзіне, тоқтата білген өзіне. Нұрхан менің бауырым, бір тұлпардың тұяғын осағанға байлады. Мына өзіңе жасаған сый құрметің. Бісміллә деп мінекей. Атың бәйгілі, атағың әйгілі болсын, мына өз тұлпардың тұқымы. Bir çarpmış. Hoppa! Oy,